Мұздықтар тұщы судың үлкен қоймасы. Қабаттар қозғалысы біргей жер бедерінің қалыптасуына алып келген көптеген тау өзендерінің арқасында Алматы облысы Қазақстанның ең әдемі өнерлерінің бірі болып табылады. Бүгін біз өз каньондарымен танымал шарын өзеннің зерттеу үшін Chevrolet Equinoxпен сапарға шығамыз. Біздің жолымыз Күнгей Алатаудың биік тауалы жайылымдарынан бастап облыстың ең үлкен Іле өзеніне дейінгі 400 шақырымнан астам алқапты алып жатыр. Жайлауды кесіп өтетін толқыны қатты шарын құрылысы 1985 жылы басталған бөгетке келіп тіреледі. Құрылыс аяқталғаннан кейін 2012 жылы оңтүстік Қазақстандағы ең ірі су электр станциясы Мойнақ ГЭС іске қосылды. Егер су планетадағы тіршілік мен энергияның ең қуатты көздерінің бірі болса, Chevrolet Equinox өз сегментіндегі ең қуатты автокөлік. Су қоймасынан шығып, Күнгей Алатауды кесіп өтіп, шарын 2 миллион жыл бұрын өзен қатты жыныстан тұратын терең каньонды кесіп өткен кең тау аңғарын құрайды. Мұнда шатқалдың тік қабырғалары 200 метр тереңдікке жетеді, ал өзен сулары аса қатты қарқынмен ағады. Өзен одан да төмен түсіп, жолында жұмсақ шөгінді жыныстармен кездеседі. Мұнда топырақ эрозиясынан ерекше ландшафтар қалыптасады. Қорғандар алқабы баршаға кеңінен танымал жер. Бірақ біз мұнда аз аялдап, онша танымал емес шатқалдарға қарай жүреміз. Олардың кейбіреулері лабиринттер сияқты тар, тік жар тастары мен төбіңізден төніп тұратын тастар ғажайып әсер қалдырады. Мұнда өзен бойындағы шатқалдың 1000 жылдық тыныштығында мұз дәуренінен аман қалған ағаштар өседі. Бұл бұрыннан қалған соғды шағана мен тораңғы. Каньон оларды жел мен аяздан қорғайды. Ал су тіршілік нәрі. Осының бәрі алыптарға 100 жылдан астам уақыт бойы жайлы жағдайда өмір сүруге мүмкіндік береді. Шатқалдан ағып шыққан шарын өзіне толқынсыз. Жаймен ағып жатқан тыныш суға айналып, орманды дала мен құмдауыттар арасынан жол тауып, Алматы облысының ең суы мол өзені Ілеге құяды да, Балқашқа қарай бет алады. Ал бұл басқа әңгіме.